Бұл қазіргі замандағы келіндердің жан айқайы. Біліп алыңыздар осыны енелер. Келіп алып, бұл маған келді, бұл мені қарайды, бұл үйдің тірлігін жасайды деп құлға қарамай. Ол сенің балаңа келді. Сол үшін медовый месяцқа шығар жер керек. Сол үшін жастарды киіз үй тігіп, үйдің жанына шығар жерген бөлек. Солардың ыстық суына кедергі болмай, ертең бір-біріне қанып, мейірімдері қанып алғаннан кейін олар келеді. Себебі олар түсінеді, олар бүйтіп бұрылады өздері мамаларына қарай. Енді қызмет жасайық деп. Бірден қызмет жасатады ғой анау ше. Сосын түсінбейді, ты же мне обещал, что ты будешь меня любить деп келеді. Жан айқай, қыздардың жан айқайы. Мен олар түсінемін, мен олар келгенде айтам әрине. Сен де ене боласың деп айтам, бірақ ол онымен бітпейді ғой қыздар. Бітпейді ғой, ененің кеудесіндегі қуыс бір сыйластықпен тоймайды ғой қыздар. Сыйлатқысы келеді, аяқ жалатқысы келеді, тамақ істеткісі келеді, ұйықтатқысы келмейді, ана келінді бейтіп істеткісі келеді. Өздерің таныңдаршы бірінші. Я же мать дегендерің бар сендердің іштеріңде. Я же мать. Я же маттан басқа жоқ құндылық сіздерде. Сол үшін мен қазіргі қыз келіншектерге айтқан, бала туғаныңнан да басқа құндылық сізде өте көп. Бір бала туғаныңды міндет қыла берме күйеуіңе. Бала туу ол кейінгі мәселе. Ең бірінші сіздер ерлі зайыпты болдыңыздар. Жоқ, бізде сразу қызмет деп дейді. Астында жазып отыр мына жерде. Я қызмет дейді. Ең бірінші қызмет, сен күйеуің алдында қызметің жоғары тұрады. Ең бірінші. Тіпті Аллах тағаланың өзі айтып қойған. Күйеуің келіп сұраса, ыстық қазанға қамырды түсіріп атсаң да, тастайсың да күйеуіңе барып қызметің жасайсың. Күйеуге деген қызмет бірінші тұрады. Күйеуге. Бізге оны түсіндірмейді. Бізде қоғамда оны айтпайды. Екеуі бір-бірімен тіл табысып, бір команда болып алған ерлі зайыпты міндетті түрде ол ата-анаға қызмет етпей қоймайды ол. Біз күйеуіміздің махаббатына тоймай қалған қатындардың заманы қазір. Тоймаған, әңгіме сөйлеспейтін, күйеуі келгенше шешесі бұрақ қоятын, анау қайнап кезі қарындасы ақша сұрай беретін, әйеліне келген жеткенше ол уже бүйтіп келетін еркектердің заманы. Бір-бірімен ақылдасатын ерлі зайыптылар өте аз қазір. Өте аз. Себебі олар отбасы, олар ақылдасу керек, ол шарт. Ол шарт ол. Вот сыйластық содан басталады. Сыйластық отбасыдан басталады. Отан отбасынан басталады. Жоқ, біз өзімізге керек нәрсе, мен шешемін, мен тудым, мен бір бәле. Мне жалко ваших дочерей, честно. Честно, мен өте қиын, мен қызым жоқ, білмеймін, мен қызым болса қалай болады ол. Мен сразу айтам, мен қызымды жұмыс істеткізген жоқпын, менің қызым толық махаббатта өскен. Айналайын құда, мен вообще қамыр жая алмайды. Лично мен мама солай үйреткен. Мама маған, себебі мен үйде жеңгелерім көп болды да, мен аға 5 ағам болды. И менің жеңгелерім көп болғаннан кейін мен жеңгелерім істейтін. Маған мама айтатын, кейін барған жеріңде енең өзі-ақ үйретіп алады, қызым. Сен қазір қызсың, сен еркелеп өсіп ал үйде. Құдай түр төбемде мен шешем сөйтіп айтатын. Бір түртік көрмепті мен шешем мен. Бір ұрып, бір нәрсе, бір жеңгем түртік көрмепті менің. Ей, сен деп көрмепті. Ағалары мықты болған шығар деп ойлаймын мен. Лично өзіме бір қоқаңлық көрсетіп өйтпеген вообще. И мен барғаннан кейін соны күттім. Мені мама толық махаббатты өсіріп, мама маған қаншық бір бәле деп айтпаған вообще. Мама мен полный сыйлаған. Кейін барған жеріңде бұл тірлік сені онсыз да өлілгенше не қылады. Қазір істемей ақ қой деп айтады. Керек емес, істемей ақ қой. Мен саған сенемін, сен пысықсың, істеп аласың өзің ақ деп. Бірақ қазір істеме деп. И мен барғаннан кейін үйрететін ене іздедім мен. Мен онсыз да пысық болғам үйде. Жеңгелерім болғаннан соларға қарап бәрін үйреніп аласың ғой. Ақымақ емеспіз ғой. Сонда да ол енемнің көңілінен шықпадым да мен. Сонда да. Бірақ менің мамам маған толық махаббат берді. Мама у вас хорошая, мама у меня золото. Мен қайтыс болып кетті енді мен мама уже қанша 15-20 жыл өтіп кетті. Өзі бір 20 жыл болады қыз үйінде.
Қалған өмірдің бәрінде сол қайын жұртқа служить ету ғой. Қайын жұртқа служить ету. Қалған жұрт өзінің туған елінен де жерінен де сол сіздің қызыңыз болады ғой. Сол неге сіздер соны түсінбейсіздер, неге соны білмейсіздер, неге қайта айта бересіздер, неге бізден көңіліміз сұрамайды, біздің жаным ау келін сен не қалайсың деп неге сұрамайды. Бізде айтамыз, біздің де бкусымыз бар, біздің де неміз бар, точка зрениямыз бар, бізден де сұраңыздаршы. Бір ене кеп мен аузымды жаппасын. Аузымды жабатын енеге айтар сөзім бар. Сыйлау керек екен бұлар тек азанды кеш. Бір келінді алып алады да, ей жаным күнім деш, ол келін жалпылдап кетеді ғой, өзі-ақ жалпылдап. Ей келін демей-ақ та қойшы. Ей Гүлмира дейсінші соған. Сол осы үйдің келінісің деп азанды кеш. Келінісің деген сөз қорқынышты, сен осы үйдің бір малайысың деген сөзбен тең болып кетті қазірше. Келін деген асыл сөздің қазір кетіп қалды несі. Келін де адам, айналайындар-ау, енелер, келін де адам. Сол келінге күн көрсетпейтіндер өздерінің қыздарымен бәледей болады ғой солар ше. Өте несправедливо жасайсыздар сіздер. Қыздарыңызбен күштісіздер, қыздарыңызды бәледей қорғап аласыздар ана жақтан. А біреудің қызын алып кеп үйде сондай солидарный болмайсыздар сіздер. Біреудің қызын алып кеп үйде түртпек дейсіздер. Конечно, ол саған ұнамайды, себебі сенің балаң ұнатып тұр оны. Балаң оған махаббат көзбен қарап тұр ғой. Баяғыда Ләйлі мен Мәжнүн деген ғашықтар болған ғой, білесіздер ма? Сол кезде бір жаңағы Мәжнүн айтып, мен өмірде керемет қыз кездестірдім. Ана қыздың сұлулығын көрсең, әлемде оған теңдесі жоқ, ешқандай қыздың теңдесі жоқ деген ғой. Сөйтіп сол жердің бір серісі болған екен, бабник жаңағы, соны айтты, әкеш көрейік қандай қыз ол деп. Сөйтіп барып Ләйліні көрген екен. Сөйтсе Ләйлі обычный қыз дейді енді. Сөйтсе ол айтады, мынауың обычный қыз ғой, бұдан да күшті қыз көрдім ғой десе, сен мен көзіммен көрсей деген ғой. Көрдіңіз ба? Мәжнүн айтқан ғой, сен менің көзіммен көрсей деген ғой. Көрдіңіздер ма? Оның атын махаббат көзі деп айтады. Жау. Үйде әйел, мен де сондай бір форумдарға шақырса ғой, мен айтатын ем соны ше. Құдай сол күнге жеткізсін. Мен сондай мықты қыл жеріңіздер, сіздердің поддержкаларыңыз керек. Қыздар, мен сіздер қатты сөздеріңізді сөйлеймін кейін деп па. Негізі жалпы менің өзім жасайтын проектім әйел бақыты негізі. Мен никакой еркектердің бақыты анау мен ойламаймын олай. Бірақ почему-то уақыт өте келе сондайға неғып кетті да. Білмеймін, бір еркектер, біздің сөзіміз сөйлеп жатыр деп кетті. Негізі мен отбасылық құндылықтарды айтамын. Понимаете? Мен қазір енді ене мен келін туралы айтып. Азанды кеш енені сыйлау керек, азанды кеш енені бүйту керек, сөйту керек. Блин, так устаешь прям от этого. Біз қашан адам боламыз? Күйеуіміз вообще қақ қалады, айтыңыздаршы қыздар. Жайында қақ қалды ғой. Еркек оныста. Мен ойлаймын, еркек оныста бақытты. Не үшін? Себебі ол өзінің туыстарының арасында отыр, және сен ажырасып кетсең, Құдай сақтасын, ол туыстарының арасында қалады да сол. Вот біз барамаймыз туыстарымыздың арамызға. Біз бір кеткеннен біз туыстарымыздың арамызға да барамаймыз. Біз бөлек кетеміз. Біз бөлек жүреміз. Ят болады, анау болады деп. Ал сенің мысалға жаңағы күйеуің, ол ажырасты ма? Ажырасты да мамасының қасына қалады, сенімен тұрса да мамасының қасында жүреді ол. Өте қиын, так трудно, блин. Сыйламайды, келінді сыйламайды ешкім. Қатты да сыйлап жібереді, или болмаса ше. Кет қалмаса екен, осы ажырас кет. Ондай емес, айналайын өйтіп те қарамандаршы. Просто адам ретінде сыйла. Үйге бір күндік, 2 күндік бөпе келді. Үйге неден роддомнан бала келсе, жоқтасың, тарсылдатпа дейміз. Сол ұқсап қарау керек қой. Қызға өте қиын болу. Өте қиын қызға. Мен бұның бәрін болашақта мен форумдарға шақырса айтушы едім. Тем более мен әдемі, өзім де әдемін. Сөзім өтетін еді деп ойлаймын. Қызға өте қиын. Еркектер соны түсінбейсіздер сіздер. Қайттан айтамын, енелер сіздер түсінесіздер ғой. Қандай аттан өтеді, қандай боли. Өте ауыр бол, анан түсіне алмайсың сен. Ене сен түсінсей соны. Сен айтсай балаңа.
Жоқ, айтпайды ол келін көт айланып жатыр ма, жыртылып жатыр ма, жұмысы жоқ, ол кесірі болып келді ма, тілініп келді ма, жыртылып келді ма, ол шай құю керек айтпақшы. Міне осы жерде әйел түсінбегеннен осындай нәрсе болады. Өте ауыр, еще психологически ауыр, себебі денең салбырайды, денең шаршайды. Сен денеңмен туасың ғой баланы ше, денең, сен мына бүткіл денең сол баланы өмірге алып келуге атсалысады. Бүйрегің, бауырың, асқазаның, жүрегің, аяғың, қолың, шашың, мойның, көзің, мына зрениең, тісті қоя салма, тіс жоқ уже. Тісің, пісің, құлағың бәрі кетеді. Основной нерв кетеді. Потому что 9 ай әйелге тыныштық жоқ. Әлі сыйлау керек оған. Ананың беспокойный шешесін әлі сыйлау керек. Содан дейтін нервный балалар туылып атады. Туылғаннан көтінен бүйтіп деп шығады, уже нервный болып шығады. Міне осыдан шығады. Түсінсе жақсы ғой соны дейді. Содан кейін послеродовая депрессия деген болады. Әйел адам ойлайды, мен қазір бұл еркекке бала туып беретін болсам, менде бұрынғыдан да бәрі жақсы болады деп ойлайды. Қаяқтан? Потому что еркек өзінің әке екенін де түсінген жоқ әлі. Анау жүреді өзінше. Ал мен әйел адамға ең бірінші күйеуінен көрмек. Қыздар айтыңыздаршы. Енең, пенең, кенең, шешең, пешең бәрі раздражать етіп тұрады сен. Күйеуіңнен поддержка күтесің. Ең бірінші күйеуінен. Жан, не әкеп берейін? Жан, не қалайсың? Жан, рахмет саған. Прям важно, это прям тебе важно. Это важно для нашего спокойствия. Біздің денемізге дейін важно, потому что біз дене полный стресс алып тұр. Ойлаңызшы, біздің бүткіл дене сүйектеріміз ашылды, мынаның бәрі қозғалды. Омыртқаларымыздың бәрі қозғалып, мынандай орын ашылды да бала шықты ішінен. Ойлаңыздаршы сіздер. Еще тұрып оған шай, она еще не очнулась. Это, вы знаете, какой это ад просто. Өте қиын. Еще саған роддомға барғанда айқайламай ту деп айтады ғой. Айқайламай ту дейді. Анау айқайлағың деп тұрады ғой. Айқайлағың деп тұрады ғой жерде. Бізге вообще даусымыз шығаруға болмайды, байқайсыңдар ма? Төсекте де даусын шығарамайсың, потому что тыңдап тұрады, күйеуіңе де жақсы көрем деп даусын шығарамайсың, роддомға да барасың, вообще даусын шығарамайсың. Жоқ, бізге күн жоқ па сол кезде? Сол үшін айтам, еркектерге бәрібір әйелдер осының барлығын көтереді. Бірақ сол әйелді түсінетін әйел жоқ болып жатыр ғой бұл заманда. Әйел ертең ажырасып кетсе, соны сөгетін 100 қатын тұрады очередьта. Көше қала болып бөлініп, сол қатынды осуждать етіп тұратын сіздер, әйелдер. Негізі еркектер өсек айтпайды, сол еркектерді өсек шығылатын осы әйелдер. Сөз таситын сол ше. Еркектердің негізі қолы бос емес қой. Қолы бос емес. Себебі оның шешесі құлағын бұрап қояды. Түсініп тұрсыздар ма? Оның қайнапкесі, әпкесі, бір бәлесі уже дайындық қояды еркек. Еркегің елеңдеп тұрады, ona информационный центр ұқсап. Не болды деп күтіп тұрады. Потому что біз еркектерді дұрыс емес жаққа. Еркекті сыйламауды бізге өзінің шешесі көрсетеді. Еркекті сыйламауды бізге өзінің туысы көрсетеді. Өте қиын. Қыз болу өте қиын. Мен жылағым келеді, мен жаным ауырады, мен жүрегім ауырады. Қыздар үшін ертең жадыраның қызы жылап жатса, ертең арайлымның қызы барып жылап, ойлашы сен яқты тамақ істеп жатсың. Сен қызың жәудіреп жүр ана жақ. Мен қызым жоқ, мен уже жылағым келіп жатыр. Өте қиын. Мені сыйла дей ма еще? Өзім тумаған қызым үшін жылап отырмын ғой. Потому что мен өткем да оның бәрін, өзім басымнан өткем. Біз жай ғана күйеуіміздің жанында әйел болу үшін өтетін қиындықтарды айтып жатырмыз, қыздар. Қаншама қиындықтардан өтеміз. Еще ол сіздерді тастап кетеді. Басқа қыз үйленіп кетеді ғой, еще ол ше. Үйленіп кетеді ғой, еще сол кездегі үмітіңді ақтаса, қаншама қыз келіншектер жылап келіп жатыр. Үйленіп кетеді, басқа әйелмен жүріп кетеді. Мен ананы ұмыта алмаймын деп. Әйел кінәлі емес қой, сен шешең көңілін тауып жүрген кезде. Кінәлі емес қой әйелің сенің.
осыны ер азаматтар естісе, дұрыс жағынан естісеңіздер. Және естіп отыр, мен қазір білем, сыртымнан қаншама адам естіп отыр. Әйеліңе дұрыс қарашы, айналайын. Әйеліңе дұрыс қара. Ертең өзіңнің де қызың бақытты болады. Ертең өзің қызыңа да тура сен сияқты ер азамат кездеседі. Әйеліңді сыйла, анаңды да сыйла, әйеліңді де сыйла. Бірақ өзің алатын жауапкершіліктің алдында сен бірінші өзіңнің отбасың тұрады. Өкінішке орай солай. Сіздер дін жақтан да хабарларыңыз жоқ қой. Бізге дұрыс айтпайды соны ше. Айтпа. Ажырасу көбейіп кетеді. Келін алып кетіп қалады баланы. Айтпа. Ойбай, өзің жауапкершілігің жоғары тұр дейсің ба? Айтпа оны. Ойбай дейді. Дінде полный свобода ғой бізге, полный құрмет қой, оқитын болсаңыздар. Полный құрмет қой Құранда деген. Ананың да несі, әйелдің де, ер азаматтың да барлық хақтары айтылады о жерде. Барлығы. Бақытсыз әйелдер заманы бақытсыз әйелдерді жалғастыра береді ары қарай. Сол үшін ер азаматтар есті болса екен кішкене. Саналы болса екен. Езіліп кете бермей, мамасының емшегінен уақытылы шықса екен. Шынымен өзіне жауапкершілік алса екен. Қыздар өте ауыр. Сенің қызың өте қазір емізіп отырсың, ойлашы ана қызың. Ауыр не істейміз дейді. Әйелің сыйлайсың. Әйелің сыйла, көмектес, қасында бол. Қорға. Тіпті өзіңнен қорға, өзіңнің жаман сөзіңнен қорға, өзіңнің жаман мінезіңнен қорға. Не істейміз енді дейді ғой. Еркектер негізі сіздер өздеріңізден қорғау керексіздер отбасын. Сендерде де бір жүрген бір травмированный баласыздар ғой. Ертең сол әйелің қарайды, сен әйеліңе жасаған нәрсеңді әйел саған 1000-кратно қайтарып береді. Бір нәрсе бердің ба, 1000 қып қайтарып береді саған. 5 рет бердің ба, 5000 қып қайтарып береді әйел. Ол сенің тыныштығың, өзің тыныштығың, балаларың тыныштығы. Өлердей сыйлайды ол сені, өлердей. Әдемі тәтті тамақтың бәрі, жұмсақ жердің бәрі сенің астында, сенің аузыңда болады.